Сіздермен 9 сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English plus 9 Unit 6 Traditions and the Language таралуына байланысты берілген БЖБ жұмысының жасалу жолымен және де жауаптарымен танысып боламыз. 3-ші тоқсан. Task 1. Read the text and circle true or false for the statements 1 to 6. Төмендегі берілген мәтінді оқы дейді. Сол мәтін бойынша төмендегі берілген 6 сөйлем мәтін бойынша true or false, яғни дұрыс немесе бұрыс екендігін тап дейді. Жауаптарымыз қандай болады? Берілген мәтінді оқып аудармай қояйық. Егер қажет болса оқып аударып алыңыздар. Now, answers. Lots of people like Halloween. Көптеген адамдарға Halloween мерекесі ұнайды. It's true. The Celts celebrated Samhain at the end of autumn. Келттер Самхейн мерекесін күздің соңында тойлайды. It's true. The Christian church took over the old pagan festival. Христиандық шіркеу бұрынғы өздерінің ескі фестивалдарын қолға алды. It's true. The first only poor people play trick or treat. Тек қана жаңағы кедей адамдар жизнь или кошелек деген ойынды ойнайды дейді. No, it's false. The thieves, witches are modern characters. Witches деген және ведьма дейміз ғой, жалмауыз кемпірлер, бұл заманауи кейіпкерлер. No, it's false. And the Jack or Lantern was another name for the devil. Devil деген шайтан. Jack or Lantern дегеніміз бұл шайтанның екінші басқа аты болған дейді. No, it's false. Now, task 2. Write simple present perfect sentence. Төмендегі берілген сөйлемдерді present perfect шағын қолдана отырып жаз дейді. Біз білеміз, present perfect'ті жасау үшін бізге have, has көмекші етістіктер қажет, және де негізгі етістіктің үшінші формасын қолданамыз, ес. Сонымен қандай сөйлем шықты? I have lived in Russia for many years. Мен көптеген жылдар бойы Ресейде тұрамын. Mike has visited Paris several times. Майк Парижде бірнеше рет болды. Now, circle for or since in each sentence. Әр сөйлемде for, since екі сөздің біреуін таңда дейді. Қандай болды? The first. I've worked here for 6 years. Мен бұл жерде 6 жылдан бері жұмыс істеймін. I've worked in the factory since 2011. Бұл фабрикада мен 2011 жылдан бері жұмыс істеймін. Next, present perfect continuous. Choose one correct option. Яғни сіздерге таңдауға 3 вариант берілген. Осы 3 варианттың ішінен сіздер сөйлемнің мағынасына сәйкес present perfect continuous'та сөйлем толықтыруларыңыз қажет. Біріншісі, my father, менің әкем, has been reading newspaper for 1 hour. Next, I have been sleeping. Екінші вариант, have been sleeping since last night деген сияқты сөйлемдер шығады. Осымен ағылшын сөйлемдерге байланысты берілген БЖБ жұмысын аяқтадық. Егер сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Goodbye.